қалың мал үшін ажырасып тындық. Түске дейін түсірілімде жүргендіктен жұмысқа кешігіп келдім. Редакциялардың барлығы түскі астарын ішіп алыпты. Амал жоқ, жалғыз бардым. Баяғыша көзім телефонда, аузым тамақта. Жалғыз өзім ас ішіп отырем, кенет сәлем деген дауыстан селк еттім. Қолында стақанға құйылған компоты мен тәрелкеде круассаны бар ұзын бойлы жігіт жымиып тұр екен. Қапелімде кім екен есіме түспей ойланып тұрып қалдым. Бұлар сөйтеді ғой енді. Мен ғой, Ринат. Курстасыңды ұмытып қалдың ба? Деп күлді. Аяқ астынан танымай қалған қылғыма қысылып қалдым. Ринат, курстасым, бүгінгі таңда әріптесім. Материалдарын сырттай оқығаным болмаса, өзін көрмегелі көп болды. Университетте оқып жүргенде бізден бір курстамен оқыған Айжанға қатты ғашық болып, 2 жыл бұрын екеуінің шаңырақ көтергендерін естіп қуанып едім. Қалың қалай, не жаңалық дегенде қалыпты сұрақтан кейін Айжанның қалын сұрадым. Екеуің бас қосыпсыңдар, әй жарайсың, соңынан көп жүгіріп ең, ақыры қол жеткізіпсің ғой. Қалай енді отбасылық өмір, Айжанның қалы қалай? Қазір қызым бар, 1 жастан асты, бірақ Айжанмен ажырасып кеттім. Сонша жыл жүгіріп, әрең дегенде қол жеткізген сүйіктісімен 2 жылдан соң ажырасып кеткені мені таң қалдырды. Мәссаған, ажырасуға не себеп болғаны білгім келсе де, сұрауға бір түрлі ыңғайсыздандым. Бірақ Ринат ішіндегісін өзі-ақ ақтарды. Мен Айжанды сүйдім, сүйемін де, бірақ шыдамның да шегі бар екен. Шаршап кеттім. Қазіргі сананы тұрмыс билеген заманда бізді ажыратқан сол баяғы қалың мал мәселесі. Сендер 2 жыл бірге тұрған жоқсыңдар ма? Енді қалың малдың не қатысы бар дегенім ғой. Айжанмен білесің, университетте жүргенде дос болып жүрдім. Кейін үйленетін кезде анам ауырып қалып қосыла алмадық. Содан анам жазылмады. Арада тағы бірнеше жыл өтті. Ақыры анам, ұлым, менің соңғы тілегім сенің отбасылы болғаныңды көру деп ақ батасын берді. Анамның қатты ауырып жатқанына қарамастан той жасадық. Қазақтың салт дәстүрі бойынша қызға сырға салынып құда түстік. Шамамыздың жеткені сол, шыны керек. Қыздың артынан қалың мал ретінде $1000 апарып той жасадық. Қазақтың салт дәстүрі бойынша қызға сырға салып құда түстік. Тойда байқағаным 1000 жылдық құда болуға серт байласпаққа ниеттеніп шыққан Айжанның әке-шешесінің жүздері жабырқау болды. Сөйтсе олар қалың малды асынып тырсиып тұрған екен. Ата-анам ауылда тұрады ғой. Қызмет күтпес, той өткен соң әйеліміз екеуміз қалаға кеттік. Пәтер жалдап тұрдық. Білесің ғой, журналистерде қайбір ақша бар дейсің. Пәтер алуға жағдайым бола қойған жоқ. Сонымен елден не кем емес, не артық емес өмір сүріп жаттық. Бірақ түркіні жақын әйелдің төсіге жиналмас деген демекші, Айжанның анасы Құдайдың құтты күні біздің үйге келетін болды. Мейлі ғой, жаңа босанған қызына көмектескенім маған жақсы. Басында келгеніне қуанатын едім. Бірақ кейін енем сыздауықша сыздап жүр екен. Бірде жарылды. Сендер тойды дүркіретіп жасамадыңдар. Қызыма бар жоғы $1000 әкелдіңдер. Қызымның 2 дипломы бар, қызметі бар. Сонда үкілеп өсірген қызымның $1000 бағалағандарың ба, деп күнде бетіме басатын болды. Апа, бақыт ақшада емес қой, бастысы біз бақытты болсақ болды емес пе десем де, сөзімді құлақтарына да ілмеді. Анасын айтпағанда әкесі қосылып миымды жейтін болды. Тіпті бара-бара Айжан да сол тойдың мәселесін жыр қылып жау қылып алды. Айжан мені қойып, ауылда ауырып жатқан анама қоңырау шалып, менің артынан әкелген ақшаларың тым аз болды. Тойды дүркіретіп атап өтпедіңдер, елден де ұят болды дейтін еді. Содан кейін анамның денсаулығы одан күрт нашарлап кетті. Күнде төсек тартып, сенің анаңның денсаулығында шаруам жоқ. Ата-анама сый құрмет көрсетуім керек. Қыз алдың ба, ата-анама қымбат сый жасауға тиіссің. Қит етсе, анам ауырып жатыр, ақшаңды ауылға жіберетін болдың дейтін болды Айжан. Жағдайым жетсе, әрине анама көмектесу үшін ақша жіберем. Құдай-ау, қайдағы ақша? Журналистің әрі кетсе алатыны 150 000 теңге болса, пәтердің 70 000-ын төлейсің. Қалған ақша шайпылдан артылмайды. Бірақ қанша айтсам да Айжан мені тыңдағысы келмеді. Қиын сәтте мені қолдап, қасымнан табылады деген жарым әуелі ауылға мүлдем бармайтын болды.
Өзім арақ темекіні аузыма алып көрмеппін. Қол көтеру деген әдет жоқ. Мен шаршап кеттім. Сөйтіп бір-ақ күнде ажырастым. Қызымды көріп тұрамын, көмектесемін. Сонша жыл бірге болып, бір-ақ күнде ажыраса салу оңай болды ма, Ринат? Шыдамның да шегі бар ғой. Өзім анамды ойлап уайымдап жүргенде, маған бәленбай жыл бұрынғы қалың мал, той мәселесін күнде айтып, ұрыс шығара беруі жөн бе еді? Оның үстінде жақында анам рак деген диагноз қойылды. Маған салса бар ғой, 2 жас бірін-бірін сүйсе, 2 жақ болып келісіп, тойды да жасамай, қалың мал дегенде де алып тастап, сол тойға кететін шығынға пәтер әперетін едім. Есесіне екеуі бақытты болады. Сосын жастардың отбасылық мәселесіне араласпайтын едім. Сені қалай ойлайсың дегенде ойланып қалдым. Өзім қыз өсіріп отырмын. Ринат айтпақшы, расында кейін қызыма құда түсіп келсе, той жасамай-ақ қояйық. 5 сағаттық ішіп жем үшін дарақланып, сонша қаржы жұмсағанша, сол ақшаны 2 жасқа берсек қайтеді. Ол ақшаға дем алама, көлік алама, үй алама, өздері білер деп айталар ма екем деп ойланып қалдым. Айтуға оңай әрине. Ал сіз не дер едіңіз?